Алып берсеңізші сумкамды. Ашық қой өзің абазай. Осы бар ғой, а? Мінгізетін кезінде, ойбай, жаным күнім, анау-мынау деп өлтіріп мінгізіп аласыздар да. Түскен соң наглеть етесіздер, я? Оңбағанысы. Настроениен үстіп бөтшін шарды. Осылар үнем осындай. Мінгенше, жаным күнім бол деп мінгізіп алады да, мінгеннен кейін наглеть етіп, түсіретін кезінде үйтпеймін, бүйтпеймін деп кісі болып қалады. Қойш, Мереке, жігіттердің бәрі бірдей ғой. Не айтып тұрсың сен? Таксист айтып тұрмын, қой емес. Жаным, қош келдің. Сені көргеніме қуаныштымын. Менің туған жерім осы. Қош келдің тағы да. Мен сені көргеніме қуанышты емеспін. Неге? Ауыл қалай өзі? Демалысың нормально өтіп жатыр ма? Үйіңдегілер қалай? Дұрыс қарап жатыр ма? Жем суыңды уақытылы беріп жатыр ма? Мереке. Мереке болғанда просто обидно да? Жатақханада өзін жақсылап бақтап күткеннен кейін арықтатып жіберіп қой. Тасташы бәрін. Кетіп қалған жарты жолда сөйлесейік, ауылға жүр. Ауыл? Такси ма бірдеме келе ма? Мұнда отырған жер ғой, Мереке, жаяу-ақ бара саламыз, кет. Тоқташы. Осы ма? Мынау тұрған жер деп әкелгенің? Мына жерге не только таксикам, самолетпен келу керек қой. Ертең самолет бар ғой, ұшып келе жатып бар ғой. Ентігіп кел. Мұны ауылдан Алматы жағын қойып, Алматысына ұшып кететін сияқты қайтадан. Мереке, сенбейсің. Маған диетологым көп жүр деп айтқан. Саған диетологың жаңа сәл көп жеме деп айтқан жоқ па бұлай? Көп жүргеніңді қайтейін, жаяу жүріп, тастаған салмағың бәрін ана опырып қайтадан қосып алдың ғой. Оны қайтесің, Мереке? Михон бетташарына кешігеміз, тездетіп жүрейік та. Кәдімде ауылына келсе, духқа мініп алып қой. Михонның қалай кетті? Ағай демейсің ба? Сен білмейсің бе не? Нені? Михон біздің жатақханадағы бір курс төмен оқыған Гүни бар ғой. Соны алып жатыр ғой. Хабарың жоқ па? Қойш? Бірақ сонда да шілей енді бар ғой. Михон деп үйтіп басын басайсың. Ойдағырда Михон күйеу бала болды. Маған күйеу бала, базар жоқ. Ал саған ауылдас ағаң түсінің ба? Жеңше болады ана Гүни саған. Ой, бір Мереке не істедің? Бір қайнапа бола қойын деп едің? Осы сен ақше бір ерте қартаюға асығып жүресің, е? Сен жасың емес, салмағың 100-де түсінің ба? Ай, кет, Михон тойына кешіп қаламыз, кет. Сәлеметсіздер ма? Ой, мына құдашалар келіп қапты ғой. Олар құдағиларға ұқсайды ғой, түрлеріне қарасаң. Өздерінің түрлеріне қарасаң. Кім қайда? Күйеу бала қайда, Михон? Қазан ошақтың басында жүрген шығар, кеттік. Көріп кеттік. Базар жоқ, жер думалақ, я? Соны айтам. Алдымыздан шыққан. Өзі отырған. Сәлем қайда, күйеу бала? Қалайсыңдар? Қайсы, сәлем. Кендір. Қыздар, кендір. Жақсы. Енді сондай болып қалды еді өмірдің заңдылығы. Ағай дебермендер ұят болады. Ойбай! Ағай деп жүрген қызды алғанда ұят болмайды екен де сондай, я? Соны айтам. Басында ұялдық енді. Болады ғой енді. Қалайсыңдар? Жатақханасыздар? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Біз жақсымыз ғой. Сізде что-то не то сияқты ғой. Немене ана бет басыңыздың бәрі? Не болды? Күйе. Енді қазан ошақтың басында жоқ қой, енді сондай болады ғой енді басында. Енді қазан ошақты ағай. Бетіңізбен жақпаған шығарсыз, қолыңызбен жаққан шығарсыз. Жүрекпен жаққам, қойшы. Кәдімде бетім міндетінеп
істеп тұр ғой ше. Бүкіл жұмыс мен істедім. Күйеу бала емес, күйеу бала болды десе, одан Ойбай, несін айтақ, әзілді өлтіреді бұл қыз. Әзіл қой. Сен Толикті баяғыдан танисың ба? Жатақханада көргесің бе өзі? Ағай, бұны көрмеу бар ғой. Күнә ғой, білесіз ба? Айналайын, мен бірінші жатақханада тұратын. Бұны бесінші жатақханада келе жатқаннан көретін мо, кәдімде көрініп тұрады. Вообще. Еще бар ғой, бұған мен өзім жалғыз көзім сыймайды көруге. Бетіп, бүйт, сыймайын алады да, қасыма қыздар, 5-6 қыздар тартып, бәріміз бірігіп қарап, сидірайық шәйтеуір деп ше. Қазгүлдің студенттер көрдік деп айтатын тұғым бұна. Бұған көп қарай бермеңіз. Көзіңіз қаттан ау. Тойып кетеді да, сөйтіп кекіріп жіберуі мүмкін артынан ше. Көзің құсып атса деп. Қолы деп көзім. Не істеп атсыңдар дейді. Әзіл ғой. Толик. Онда ішке кіріңдер үйге. қош аға, үй ыстық, отыру невозможно, кірмей қойықшы. Ой, енді кірсеңдерші, қазір мен тамақ алып кірейін деп отырып қой үйге. Үйде кондер бар шығар, иә? Жүр Мереке, бара берейік. Иә, кіріңдер. Кондер, дым жоқ. Ал, ет пісті ма көге? Шай қайнап жатыр, шай. Шай несі? Ет Таппадық самауырды. Әкеледі қазір, самауыр. самауыр таппаған. Енді қызық шығар, онда жеңшең айт, неге 2-3 шайнек шай қойсын? Или шайнек ет асып атсыңдар ма? Ол келген қонақтар бір қазан шай ішіп кеттік деп айтпайтын шығар енді. Қойсыңдар? Қазақтың сұлу арулары болса да лейлі қайғалам. Қазақтың қайсы жігіттері, қазақтың қызын маяла. Қазақтың сұлу арулары болса да лейлі қайғалам. Қазақтың қайсы жігіттері, қазақтың қызын маяла. Немене бәлем мына ыдыстар? Қанша адам шақырғасыңдар өзі? 70 шақтау. 140 ыдыс тұр ғой мына жерде. Не? Адамдар бір ішкен ыдысымен екінші рет ішпеген ба, немене бәлем? Ыдыстардың бәрін одноразовый деп ойлаған шығар. Қыздар, мына Фериді көп қосыңдар, мықты кетіреді екен майды. Гүни, сен де қос көп, майды мощный кетіреді. Майды мықты кетіретін болса, бар да өзің осымен Фериді алды, душқа жақсылап түспейсің да, сылынып қалатын жасың. Май деп. Гүни? Ал. Мына үкіні ертең тағып болғаннан кейін күзде егесіне қайтар мақұл? Жайша? Жайша болғанда енді қыста тауық майкымен жүрмейтін шығар. Ол тауық қысқа дейін өмір сүрмейді ау. Сендерге тауық болып көрініп тұрған шығар, бірақ маған ол сорпа болып көрініп тұр ғой. Бір тамағы. Мынау қалай кетті, мына пасудан бәрі бізге ма тағы да? Немене бәле ана михон? Туысқандармен араласа ма өзі? Бұндай жерде абысындар, келіндер отырып жумай ма? Шілей Алматтан келіп, мен жумайтын жерім пасудаларыңды. Ой, Мереке, азақ ыдыс қой, тез жуып тастаймыз. Сен қызың өлшемің бар ғой, бір түрлеген кәдімде, қай жақтымен өлшейсің өзі? Жаңа анау, мынау тұрған жер деп самолет келетін жерге дейін жаяу әкеп адамды. Енді мынау? Мереке, енді өзімізді естіп алдауымыз керек қой. Сен өз-өзіңді осылай алдағаннан ғой бұттайып жүргенін білесің ба? Бұдан былай шындықтың бетіне тіке қарап дейін ба? Алдаусың ба өзіңді? Негізі бар ғой қыздар дейін да. Осына баяғыда ата-бабаларымыз келін түсірген кезде не үшін 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған десем, негізінде айтып атады ғой ана. Адамдар бір жерде 30 күннен артық жүрсе үйреніп қалады екен ғой. Соғанна жаңадан түскен келінде әбден ыдыс жуып, тамақ істеп үйреніп қалсын деген ғой сон. Қазіргі жаңадан түсіп жатқандар айтам да. Үйлене салып кетеді, Дубайға кетеді, біреу Анталияға кетіп қалады. Ол айдалада жүргенді қазан ошақ қақтан түсінеді, ол қазан ошаққа келіп қойсаң. Дұрыс па?
Бірақ Құдайға шүкір, осындай өнегелі отбасыға келін болып түскеніне бар ғой. Қуанам негіз. База жоқ, сен кәдімгі салиқалы қатын екенсің ғой, ә? База жоқ. Айтпақшы, үйде компьютер бар ма? Не үшін? Мына сөздеріңді бар ғой, монолог қып теріп Тұрсынбекке беру керек қой. Қош. Өлдіреді ғой, білесің ба? Біздің қазақтың келіндері бар ғой, аха. Біздің қазақтың келіндеріне жететін келіндер жоқ қой негізі, аха. Ойбай, біздің қазақтың келіндері, аха. Ойбай, біздің жас кезінде қандай едік, аха. Ой, біз деген, аха. Аха дегенге мал кеп қалды ма деп шықсам үйден. Ана ішінде бір көк жөтел қой бар еді да. Аха деп берді, сендер ма? Не болды малға теңеп біз ағай? Малға теңеп атқан жоқпын сендерді мен. Мал кеп қалды ма деп адам. Қыздар қайтсаңдаршы тез. Демалайық та бір. Тапа-тал түсте демаласыз ба? Неғылады екен тапа-тал түсте демалса? Бір 15 минут демалып аламыз жоқ дейсіз? Осы бет ашар біткен қанша күттім? Бітісімен демалайшы деп бір 15 минут. Демалайықшы бір. Қайтсаңдаршы бар. Қойшы болды. Бір мейхунаға айтпақшы, демалсаңдар демалыңдаршы. Жумайым мен болды, шаршап кеттім. Ыдыс-аяқ жумайым, өздерің жуғандар. Үйрене берсей, мереке тұрмысқа шығасың ба, ертең керек болады. Мен қандай жерге тұрмысқа шығатынын білесің ба сен? Қандай? Арсеннің үйінде ыдыс-аяқ жуатын аппарат болады. Айбай, тамақ істейсің ғой бәрібір. Тамақты да істейтін аппарат бар, айналайын, қазір салып қоясың, дайындап береді. Бопты мақұл, онда пол жуасың. Енді полды жуатын аппарат точно бар. Қойшы көне етіп, көндірмей-ақ қойшы, мен мақұл. Айбай. Абайлаш әйтеуір. Арсеннің қасында аппарат жатпасын бір күні. Қазір аппарат дегенде жағың шығысқа қарай кет қалмасын, түсінің ба? Сен общежитиядағы кездерді ұмытып қаласың ау дейме? Жүрші кеттік, ауылында қызық бар шығар, қыдырып берем. Өзің жуа береді. Құдай жандарым. Тәттісін қараш, том бейіп жүр ғой өзім сияқты. Мыналарды бар ғой, тыш қыртып жүріп, қуып, ұстап алып, шыңғыртып тұрып, бауыздап, етінен қордақ асып жесең, оның үстіне нанға майын батырып тұрып жеп, артынан мұздай коланы ұрып жіберсең, бірақ мұздай коладан кейін майым тоңып қалатын шығар, я? Тоңмайды бірақ ол. Не істедің сен, Сен бар ғой, жаман қорқынышты адам екенсің, Толик. Сені бар ғой, мына қойлармен бір мал қорада қалдыруға болмайды, білесің ба? Бейшаралардың жүрегін жарып өлтіресің мына түріңмен. Жаным, тәтті екен көрініп тұр да сырттарынан. Бар онда бірден қазір тірідей жемедің ба барып? Шыңғыртып жүріп. Одан кейін бар ғой, сен сәл менен ар жүр түсінің ба? Одан соң тәттім деп айтпашы. Бір күн қарның ашып мені жоқ қоярсың сен. Бұфте шөлдеп кетті ғой, ауылдаңда магазин бар ма өзі? Бізде супер макрет бар ғой. Магазин қаяқта? Рстафанинен барып ала салайық кеттік. Сөйтші. Гуника? Егоп моя, что делаешь? Посуды мою, а ты? Я посуду и жою. Чай поставь, чай хочу, қою. Болды ғой Михон ағай. Бір ауыз сөзіңіз. Гуника, ағай деп айтпа маған. Жынтысы ба ағай несі? Әсіресе көшеде келатқанда медициналардың көзінше ағай деп айтып жүрме түнде көшеде келатқан кезде. Не үшін? Не үшін статья ғой? Жұмысқа барсаң ағай, үйге келсең тағы ағай. 24 сағат жұмыс істейміз бе міне? Айтпа. Қойшы. Батырым. Сұлтаным. Патшам. Ханым. Неме дейді? Ханым. Ханым несі? Хан деп қыздар айтады ғой. Хан деп жатырмыз ғой енді. Хан десе, ханымыз. Арстаным. Жолбарысым менің. Адам қартайған сайын бала болады деген рас екен ғой.
Ол рас, білгем мен оны. Братан алжиын депті. Алжығам. Сәйгүлігім, тұлпарым, қошқарым. Қой, қошқарым, қазір қойым, малық барасың қадам жайлап. Жолбарыспен қалшы болды. Мереке, қалай екен біздің ауылдың супермаркеті? Супермаркет ашу үшін ше ауылдан. Бірінші соның атын дұрыс айтып үйрену керек ше, не ақса мақұл. Зато қарыз қаласың ғой, бізде білесің ба? Не болды сонша? Bir суды қарыз қалып, ақшаң жоқ па? Жоқ, ақша бар ғой, просто қарыз қалып кетесің, барасың да рахат. Әу, девушкалар, Тимон мен Пумба. Қалайсың Мылтеке, жағдайыңыз жақсы ма? Амансыз ба? Дәу, амансың ба? Анау кім? Не, амандасуды білмей ма не? Айт келіп амандассын. Мереке, мынау біздің ауылдың ең бұзық қызы, аты Мылтық. Анау мылтық па? Мыртық па? Мереке барып амандасшы, өтініш. Мен ба? Амандасатын болса өзі келіп амандасын, не? Келіп амандаса аяқсың қалама не? Амандаштық қояды. Мылтеке, аяғым сынып қалған, ауырып тұр дейді. Амандаса алмаймын деп жатыр. Біз жүре берейік, Мылтеке. Тез келіп амандасын, мен барсам жаман болады. Ничего не знаю. Мереке, келіп амандаса салсыншы, өтініш дейді. Сосын? Сосын орысша бірдеңелер айтты, түсінбедім. Жүрші, нен кетеді, амандаса салшы. Мен кетеді? Абыройым кетеді, түсінің ба? Мен қолымды алу арманы болып баратса, келсінде амандасын. Болмаса жүрсек кеттіге. Бұл жырап не істеп жүр? Тоқташы, Мереке. Мылтеке, сенің қолыңды алу арман екенін біліп тұр. Сенің абыройлы кісі екеніңді біледі. Жүре берейікші, өтініш деп жатыр. Жүре берейікші, Мылтеке. Ну, тоша солай деп жатыр ма? Эмоциясы басқа сөйлеп тұр ғой. Жоқ, ол өзі сөйтіп айта береді, ол инсульт алған ғой, сөйтіп сөйледі өзі. Сау жері қамапты ғой бейшараны. Бопты, жүре беріңдерші. Рахмет, Мылтеке. Уважуха, братуха. Давайте, өтірмен нүкте. Түсінбедім не? Точно? Керек емес, қайтесің. Тебе. Тұз жиналған ба Гүни? Сәл алып қоссай болсын, тамақтың тұзын азғылай бермей. Гүни? Ау ханым. Уәзір дейсаш, уәзір. Жетеді сол. Ханым деп біттің қадам. Бопты, мақыл. Кімдер қайда кетті? Толиктер ұзап кетті ғой. Жаңа магазинге кетіп қалған олар. Магазинге кетті ма? Ана айт оларға, көшеде шама байқап жүрсін. Мылтық жүр. Мылтығы нес? Кім ол? Мылтық деген ше. Мылтық, братан, это от меня сок. Мылтық міне осы айдың ақшасы. Ақшаң қашан қайтарасың? Береміз ғой. Сыртта тұрған серая камрюха твоя? Моя. Того и поставишь. Тұрыңдаршы бар. Вот сондай қыз ол. Одан бар ғой, даже ауылдың жарты еркегі қорқады. Айбай. Сен де қорқасың ба не? Кім? Сен? Мен тесте қарап тұрмайым бірақ. Қортық проблемаңыз ба не?
Ауырып тұрма Мереке. Айттым ғой саған, қойшы, керек емес деп. Өзің қоймай қойдың. Мылтық жұдырығына сия жағып алған ба? Неге? Көз көгеріп тұр. Қойыңшы сізде. Не болып кетті өзі? Мен қайдамын? Кіммін мен? Сен ұйқыда арусың. Мереке, сен өзің кім екенін білмей тұрсың ба не? Сен Мерекесің, менің группаласымсың. Сабақ үлгерімің өте нашар болған. Әрсен деген жігітің болды. Не үшін қарап жүрген білмеймін бірақ. Әрсенге дейін жігітің болмаған сенің. Анығын айтқанда, жігіт қарайтын түрің болмаған ғой. Мына информацияңнан кейін бар ғой, Есім жиған бұлай тұрсын, өмір бойы есуас болып кеткім келді ғой. Комаға түсірейін деп қалу. Өзің ғой енді есімді білмеймін деп тұрған. Мен сенің туралы білетін барлық информациямды айтып отырмын ғой. Сол жинаған нәрселердің арасында сәл жақсы қасиеттерімді де қосып қойса не ақса? Тек жаман жағымды айтпай. Айттым ғой, мылтыққа жоламай-ақ қойыңдашы деп. Боксер қыз ғой. Айтпақшы. Қалауды мощный қылып істеймін мен узбекский қылып ше. Жазып қойшы соны. Қатты тұрыпты ғой. Вупипайдың кремі бар ғой. Натуральный қылып, соны да мощный жасаймын ше. Жазып қоям. Ай, байғыш қыз, ай. Боксер ғой, ол боксер ғой. Ошы мен кеттім. Таза ауаға жұтып қайтпасам болмайды. Жүр Мереке, мен сен таза ауаға шығарып келем ғой. Сосын байқаңдар, сыртта мылтық жүр ау деймін әлі. Абайлаңдаршы әйтеуір. Жеңеше, сізге көмек керек емес па? Мен сізге көмектесем, қандай жұмыс бар? Төсек салу керек қой. Жарайды. Мен шығарып сап келейін онда, еркек адамды ұра қоймас. Или төсек сала берсем бе екен сендермен? Төсек демек шанағыз қайда кетті? Жатып ұйықтап демал болмай ма? Ой, ол ұйықтап қазір тұрды ғой өзі. Одан бәрі шығады. Мен төсек салса берейін. Мынандай нелер алып тастаңдаршы, түнде арқаң жыбырлатып жібереді. Шаршап кеттім. Мен бір Мерекені көріп қайтайыншы осы. Істеп жатыр екен. Кім Гүлне? Мен Мерекені көріп қайтайын, Сен төсек сала бер, қалған азық қалды ғой? Бар, көріп қайт. Онсы да өзім сабатырым ғой. Гүлей, төсек салшы, тездет демалайықшы. Ойбай, ағай, күнне қанша барды демаласыз? Жоқ, ұйқым көп тұр, шынымен демалайықшы деймін. Болды ағай. Бардың ойы ше, жас келін қойды бізе. Михон ағай! Мерекені алып қашып кетті. Жақсы болыпты, мылтыққа жоламаңдаршы дедім ғой сендерге. Мылтық емес, алып қашқан жігіттер. Жігіттермен төбелес жүрме енді. Ой, ағай қойыңызшы бұны, Әрсен ағайға айту керек. Кім алып қашып кеткен? Алло, Әрсен ағай? Алло, не дейді? Болды, мен дәл қазір жолға шығамын. Давай. Прикинь, мен Мерекемді алып қашып кетті. Қызыңды ма? Қай адам духы жетіп жүр, не барсам бар ғой.